Сәлеметсіздер ме, менің құрметті көрермендерім. Бүгін біз сіздермен сливаны мұздататын боламыз. Сливаны кейбір адамдар алхоры дейді, кейбір адамдар қарал дейді. Ал мен бәрімізге түсінікті болу үшін слива деп атымен айта берейін. Ең алдымен оның жақсы сортын таңдап, яғни сулы емес, етті түрін таңдауға тырысамыз. Оны тазалап жуып, құрты жоқ сорттарын бөліп алып, кептіреміз. Пышақпен дәл ортасынан, ұзынынан айналдыра кесіп, екіге бөліп, сүйегін алып тастаймыз. Тақтайдың үстіне пищевой пленка төсеп, араларын алшақтау қылып жаямыз. Мұздату барысында сіз тақтайдың бетіне пищевой пленка қоятын болсаңыз, сіздің сливаңыз тақтайға жабысып қалмайды. Сливаны мұздатқышқа шамамен 2 сағатқа қалдырамыз. Толықтай қатқаннан кейін біз оны пакеттерге сала бастаймыз. Мендегі пакеттер Икеяның пакеттері. Пакеттерді қатты толтырмаймыз, жартысынан кішкене көбірек болса болды. Жалпы пакет емес, кез келген контейнерге сақтасаңыз да болады. Аузын жабатын кезде соңына дейін жаппай, кішкене тесік қалдырып, сол жерден ауасын шығарып тастауға тырысамыз. Сливамыз дайын. Қыстың күні біз оны әдемі пирогтарға, компоттарға қоссақ болады. Немесе осы күйінде бүтінде жесек те болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Маған жазылып, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңыз.